Қайырлы күн достар, менде осындай шалбармен, трикосы және де мынандай футболкасымен бар. Бұны мен сатып алғанмын. Мына жерде кішкене түрі көрінбейді, бірақ яркий түс, өте ашық түс. Бұны мен бірнеше рет кидім және де жуып көрдім. Бұл жаңағы футболканың, киімнің, матаның краскасы шығады екен. Енді мен осы футболкаға жерге ою тіккім келген өңіріне. Басында негізі басқа бір ақшыл ма сондай түстен жасайтын ой болған, бірақ та краскасы шығатын болғандықтан мен оны тек енді жасыл түстен ғана жасауға тура келіп тұр. Міне қараңыздар, мынау бізде бұл да ақшыл салатовый түсті жасыл. Осыдан ою болады осы жерінде, мінекей. Ою болады да, сосын ол оюды жасыл түсті жіппен сыртын зигзагтап тігу керек. Менде осындай екі түсті жіп бар екен. Мынау бізде міне хаки түсті. Осындай және де мынандай ашық түс. Ашық түстен гөрі мынау бізде яркий жасыл болады, мынау салатовый болады, мынау және де шет-шетіне осы жіппен тіккім келіп тұр. Қазір енді бірінші оюымызды ойып алайық. Содан кейін әрі қарай іске кірісеміз. Міне қазір матаны орналастырып қойдым. Бізде оюымыз 30 болады және де биіктігі 26 сантиметр болады. Міне компьютерда сызбасы дайын. Мен осы оюды таңдадым. Енді осы оюды бізге қию керек. Міне размерін бәрін келтіріп қойдым. Қазір ою дайын болғанша бізге футболканың тура ортасын белгілеп дайындап алуымыз керек оюды жабыстыруға. Ол үшін енді мына жерге кішкене сызық сызуға болады, немесе мен қазір өтекпен өтектеп, былай екіге бүктеп қырын шығарып алмақшымын. Ол үшін қазір тура дәлдеп бүктейміз. Тура ортасы керек. Енді әдемілеп тұрып тіктеп аламыз, қырын шығарып. Бір жағынан қыртыстанған жерлері де кетеді. Міне дайын болды. Енді қазір осының үстіне оюымызды әкелеміз де жақсылап тұрып орнатамыз. Мінекей оюымыз да дайын. Енді осы оюды футболканың кеудесіне орнатуымыз керек. Тура ортасын оюдың жаңа белгілеп қойған сызықтың бойына келтіреміз. Кішкене көтерейін. Өтегімізді қосып қояйық қазір. Жабыстыруға қызып тұрған өтек керек бізге оюды жабыстыруға.
мінекей дұрыс орнатылды. Енді үстіне матамызды жауып, өтектеуге арналған матамызды жабамыз да өтектеп шығамыз. Не оюымыз жабысып қалды. Мына жер кішкене жабыспай қалды екен. Өтек тимей қалған сияқты. Қазір осы жерде жабыстырып жіберейін. Міне, жабысты. Енді бізге осының шет-шетін тігіп шығу керек. Қазір қарайық. Маған негізі мынау түс ұнап тұр бәрінен де. Мынау көрінбей қалатын сияқты. Мынау кішкене контраст беріп, бірнеше түс болған кезде әдемірек көрінетін сияқты болып тұрды. Осы жасылмен жасаймын. Темный жасылмен жасаймын қазір. Ал енді бісміллә деп бастайық. Мен зигзагқа қойдым. Зигзагтың жуандығы 2 мм болады да, ал жиілігін кішкене 0,4-ке қойдым. Тігіп бастаймыз, сосын көрейік қалай шығатын. Кішкене 2 емес 3-ке қойсам. Бізде мата трикотаж болғаннан кейінді кішкене зигзагтау, қиындау болады. Сонда да көрейік енді. Бізде оюлар кішкене жіңішке болғандықтан шеттері барлығы қатты жуан қылып алмадым. 4-5 мм емес, 3 мм қылып алдым. Қазір тігіп болайын, сосын сіздерге көрсетемін. Қазір мен зигзагтап жатырмын. Бірақ та шынымды айтсам, мынау тігіс маған мүлде ұнап тұрған жоқ. Өйткені мынау бізде трикотаж болғандықтан дұрыс түспей тұрды. Енді бізде аппликацияға арналған зигзагтан басқа мына тігіс бар, G деп аталатын. Бұл да аппликациялық тігіс болып саналады, және де бұл трикотаж маталарға арналған тігіс именно. Сондықтан мен осыны байқап көрейін деп тұрмын. Қазір байқап тігіп көремін. Бастап егер жақсы шығып жатса, мына зигзагты сөгітіп тастаймын да, барлығын сумен тігіп шығам. Бұл тігіспен де кішкене тігіп көрдім. Бірақ та болдамаған, қатты ұнап тұрған жоқ. Енді қазір екеуінде қойып, кішкене сақ емес, ірілеу тез-тезден жүретін зигзагпен тігіп көремін. Сол дұрыс болатын сияқты.
Міне қараңыздар, мынау енді жақсылау шыққан сияқты, бірақ та менің көңілмен толық шықпай тұр да. Енді тағы бір ой, қазір мен жай ғана тігіспен шетінен ғана жүріп өткім келіп тұр. Қалай шығатынын қазір байқап қараймыз. Қазір міне промышленный машинкаға отырдым. Жиілігін тігістің 1 миллиметрге қойдым. Қазір енді мына жерге шетінен әдемілеп тігіп шықпақшымын. Қазір көрейік, осын байқастап көремін. Егер жақсы шықса, осылай тігіп өтемін барлығын. Міне тігіспен тігіп шығып жатырмын. Өте ұнады маған. Және де түспейді. Бір жақшысы, велюрдің шеті сөгітіліп кетпейді ғой. Сондықтан тігіспен тіге беруге болады. Ендігі жұмыс маған, мен мына жерге келіп қалдым. Мына жерді сөгіту керекпін. Тіккенімді, тіккенімді сөгіту керекпін, және де мынаны сөгіту керекпін. Мінекей достар, оюлардың шетін әбден тігіп болдық. Тігістері көрініп тұр. Бірақ та мынау телефонда кішкене қаттырақ көрінеді. Ал бірақ былай шынайы өмірде андай қатты темный болып көрінбейді. Мына арт жағының тігісі мынандай болып шықты. Бұл өзі біркелкі тігіс, тігіспен тіктік. Өте әдемі шықты. Бізден оюдың былай өлшемі 30 сантиметрде, ал былайынан өлшемі 26 сантиметр. Бізде осы кофтаның, футболканың размері 46 размер екен. Егер де өздеріңізге осылай тігем десеңіздер, осындай өлшемдегі ою алсаңыздар болады. Құрметті достар, міне футболкам дайын, оюмен алдында. Жақсы, өзіме өте қатты ұнады. Сіздерге қалай ұнады ма? Комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер.